Бәріне сәлем, сіздермен бірге Лайм каналы. Сіз үшін пайдалы болатын біздің каналға жазылып, лайк басып қолдау білдірулеріңізді сұраймыз. Сарымсақ халықтық медицинада мың сан ауруға ем. Қытай халық медицинасы сарымсақты салқын тиюден болған аурулардың барлық түріне, тыныс жолдары ауруларына қарсы қолдануға кеңес береді. Мамандар күн сайынғы тамақта 10-15 грамм сарымсақ жеп тұрудың денсаулыққа пайдалы екендігін айтады. Сарымсақтың пайдасы иммундық жүйені нығайтады, тәбетті ашады, жөтел мен тұмаудың белгілерін жеңілдетеді, қанның сұйылуына ықпал етеді, артериалды қан қысымын қалпына келтіреді, ас қорыту жүйесінің қызметін жақсартады. Сарымсақтың құрамында селен, магний, көптеген макро және микроэлементтер А, В, С дәрумендері бар. Гипертониялық аурулар кезінде қатарынан 2 күн 2-3 түйір сарымсақты ұсақтап турап алып түнге қарай жейді. Ал шаш түскен кезде бір апта сарымсақтың сөлімен сүртесіз. Тіс ауырған кезде сарымсақты қабығынан ашып тістің қызыл иегін сүртеді. Қорыта келгенде өзі бармақтай болғанымен сарымсақтың емдік қасиеті мол. Ардақты пайғамбарымыз сарымсақты емге жаратыңдар, онда 70 түрлі ем бар деген.